Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Украина ядролық қаруды жасап шығуы мүмкін. Дәл осындай тақырыппен әлемге белгілі, әйгілі, терең сараптамалық материалдары мен сенім ұялата білген The Times басылымы үлкен бір мақала жариялады, сараптамалық мақала жариялады. Осы бір мақалаға назар аударуға тұрарлық деп өз басым ойлаймын. Мақалада Украина билігі егер өзіне берілген кепілдіктер орындалмайтын болса, немесе Украина НАТОға кіре алмайтын болса, немесе Украинаға батыс тарапынан қауіпсіздігі мен қорғанысына және суверенитетіне айтарлықтай кепілдік берілмейтін болса, ендеше Украина билігі ядролық қаруды жасауға мәжбүр болатыны айтылған. Жалпы бұл ақпарат қайдан алынды? Украина билігі, Украина қоғамы мен сарапшылары 2022 жылдан кейін Украинаға ядролық қару қажет па, жоқ па деген сұрақты ызу-қызу талқылап келе жатыр. Себебі Украинада 1996 жылға дейін ядролық қару бар еді. 1994 жылы Украинаның ядролық қарудан бас тартуға қатысты Будапешт келісімі жасалды. Келісімнің аясында Украина өзінде бар 1734 ядролық оқтұмсықтан бас тартты. Және оның қарымтасына Америка құрама штаттары, Ұлыбритания және Ресей Украинаның аумақтық тұтастығына кепілдік берді, тәуелсіздігіне және суверенитетіне кепілдігін берген болатын. Алайда 2014 жылы Украина жеріндегі сепаратистерді қолдау және қозғау арқылы 2022 жылы Украинаға тікелей соғыс ашу арқылы Ресей аталған құжатты толыққанды күшін жойды деп айтсақ болады. Яғни өзі қол қойған құжатты өзінің агрессивті іс-әрекеттерімен толыққанды тоқтатты. Міне осы кезеңнен бастап Украина билігі Будапешт келісімінде көрсетілген барлық кепілдіктердің іске аспағанын айта отырып, Украина ядролық қаруды жасап шығуға әлемдік қауымдастықтың алдында, Біріккен ұлттар ұйымының алдында және құжаттардың негізінде толыққанды құқыққа ие. Яғни Украина ядролық қаруды жасауға легитимді негізде іс-әрекеттерді жүзеге асыруына болады дегенді айтуда. The Times басылымы Украинаның ядролық қаруды жасап шығуы мүмкін деген ақпаратты Украинаның ұлттық стратегиялық зерттеулер институтының өкілі бас маманы Алексей Ижактың пікіріне сүйене отырып жазған. Аталмыш институт Украинаның ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесіне кіреді. Аталған кеңесті Украинаның президенті басқарады. Демек, институттың ұсынған идеялары, институттың жасаған ұсыныстары мемлекеттегі шешім қабылдау механизмдеріне де әсер етуі әбден мүмкін деген сөз. Яғни бұл кезекті бір ұсыныс емес, бұл жалпы Украинаның истеблишментінде жабық негізде талқыланып жатқан ұсыныстардың бірі болуы әбден мүмкін. Украинаның билігі, Украинаның биік мінбердегі тұлғалары Украина билігі ядролық қаруды жасауға ниетті емес дегенді айтумен келеді. Олардың ішінде Украинаның президенті Зеленский де бар. Осыдан 2 ай бұрын Украина президенті Зеленский Украина ядролық қаруды жасауға ешқандай талпынып жатпағанын айтты. Яғни Украина үшін ядролық қаруды жасап шығу, егер Украинаға қандай да бір кепілдік мүлде берілмейтін болса, ендеше сол жағдайда ғана мәжбүрлік негізінде жасалуы мүмкін екенін айтқан болатын. The Times басылымының жазуынша, Украинаның ғылыми ордасы қазіргі уақытта қарапайым ядролық қаруды жасап шығуға қабілетті. 1945 жылы Жапонияның Нагасаки қаласына тасталған Толстяк қарапайым атом қаруына теңестірілген технологияның негізінде қазіргі уақытта 100-ге жуық ядролық оқтұмсықты жасап шығуға болады дейді. Ол үшін Украина билігінде және Украина мемлекетінде ядролық қаруды жасауға тиісті компоненттердің, бөлшектердің барлығы қазіргі уақытта бар екені айтылады. Ең маңызды компонент, яғни плутоний, Украина билігінің бақылауында ұстап тұрған 9 реакторда бар екен, және бұл реакторлардағы плутонийдің көлемі 7 тоннаға жуық деп бағаланады. Бұл кемі қарапайым негіздегі 100-ден астам ядролық оқтұмсықты жасап шығуға жеткілікті дейді мамандар. Дегенмен Украина билігі ядролық қаруды жасауға ниетті емес екендігін осы мақала шыққаннан кейін тағы бір мәрте мәлімдеді. Ендеше бұндай мақалалар не үшін шығады деген сұрақ туындайды. Қазіргі уақытта Ресей мен Украина арасындағы соғысты аяқтауға байланысты Америка құрама штаттарындағы президенттік сайлаудан кейін жеңіске жеткен Трамптың арнайы командасы құрылуда. Сонымен бірге аталған команда Украинамен де, Ресеймен де және Европа мемлекеттерімен де келісім жүргізу арқылы аталған соғысты аяқтауға ниетті екенін білдіруде. Украина осы бір келіссөздер барысында өзінің позициясы әлсіз болмауы үшін, яғни өзінің ұлттық және мемлекеттік мүдделерінің барлық аяқ асты болмауы үшін дәл осындай бір ақпараттарды шығару арқылы, оны беделді басылымдарға шығару арқылы өзінің ұлттық және мемлекеттік мүддесін жан-жақты қорғауға ниетті екенін білдіруде, және бұл ең алдымен Трамптың командасына жасалған, яғни жолданған сигналдардың бірі деп бағаласақ болады.
Экономистердің айтуы бойынша Украина билігі үшін қазіргі уақытта ядролық қаруды жасап шығу оңайға соқпайды. Себебі Украина бюджетінде қазіргі уақытта қаржы тапшы, ал ядролық қаруды жасап шығу үшін миллиондаған доллар қаражат қажет. Украинаның әрбір ақшасы қазіргі уақытта ұрыс даласындағы сарбаздарға және әскери іс-қимылдарға жөнелтілуде. Түрлі салаларда Украинада дефицит байқалуда, қаржылық тапшылық артуда. Сондықтан Украина билігі үшін ядролық қаруды жасап шығу бұл ең алдымен батысқа және Мәскеуге жіберілген сигнал және алдағы уақытта болатын келіссөздер барысында өзінің позициясын күшейтудің бір амалы ретінде ғана қарастырылады. Яғни бұл идея жүзінде қалуы әбден мүмкін. Украина билігі үшін ұрыс қимылдарын аяқтау барысында ең маңыздысы ол өзінің қауіпсіздігіне берілетін кепілдік болып табылады. Яғни ұрыс қимылдарын аяқтау туралы келісім жасалса, ендеше Украина жеріне Ресей әскері тарапынан бірде-бір оқ атылмауы тиіс. Бұл Украина үшін ең маңызды талаптардың бірі, себебі Украина ұрыс қимылдары аяқталғаннан кейін өзінің тас-талқан болған экономикасын қалпына келтіру үшін батыс тарапынан көптеген компанияларға мотивациялық ұсыныстар жасау арқылы өзінің жеріне инвесторларды тартуға ниетті екенін білдіріп отыр. 2014 және 2015 жылдары Украина мен Украинаның шығысындағы сепаратистердің арасындағы ұрыс қимылдарын аяқтауға байланысты келісім жасалған сәтте Минск 1, Минск 2 келісімдері сепаратистер тарапынан бірнеше мәрте ұрыс қимылдарын бастауға байланысты тоқтап қалған болатын. Міне осы бір келіссөздердің бұзылуына байланысты Украина жеріне келген инвесторлар Украинадан кете бастады. Дәл осы бір сценарийдің қайталанбауы үшін Украина өзіне батыс тарапынан және Мәскеу тарапынан толыққанды қауіпсіздік кепілдігі берілуі қажет дегенді айтуда. Және ол қауіпсіздік кепілдігін Украина билігі қажет болатын болса, ядролық қаруды жасау арқылы жүзеге асырамыз деген сигналды білдіретін сияқты. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.